Айкен Қайранбайқызы Европа қазақтары ұйымдастырған наурыз тобы жетекшілерінің бірі. Финляндияда тұрғанына 27 жыл болды. Фин азаматымен тұрмыс құрған 2 ұлы және 1 қызы бар. Финляндияда алаңсыз өмір, жайлы тұрмыс. Әйтсе де Айкен ата-бабасының табаны деген атамекен топырағын аңсағанда аласапыран күй кешеді. Аман есенсіздер ме? Сіздер мәндік өмір бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде қонақта Айкен Қайранбайқызы Финляндиядан келіп отыр. Қош келдің, Айкен. Рахмет. Қалай елге келіп, демалып үлгердің ба? Еліңнің кәусар ауасын кеудеңді кере жұттың ба? Алатауға деген сағынышыңды бастың ба? Төркінге келіп, аунап-қонап жатып, еркелеп жатқан боларсың. Әрине. Ендеше сен екеуміз бүгін Финляндия және Қазақстан туралы әңгіме дүкен құрайық. Неге Финляндия? Өйткені сен Финляндияда тұрасың. Неге Қазақстан? Өйткені сен қазақтың қызысың. Келістік па? Келістік. Европада өмір сүру тым қымбат. Финляндияда тіптен қымбат. Салыстыру үшін айта кетейін, Финляндияда тағамдардың бағасы Евросоюз елдеріне қараған уақытта 20%-ға қымбат екен. Ал тауарлар менен қызметтердің бағасы 23%-ға қымбат екен. Не үшін Қазақстаннан кетіп қалдың? Финдердің жылдық орташа жалақысы 45 мың евро дейді. Жақсы өмір іздеп кеттің бе? Әлде махаббатта ұлт деген, дін деген болмайды ма? Бір фин жігітінің етегіне ұстап алып, еліңді тастап кетіп қалғаның қалай бұл? Енді мынау Гүлмария ойпырмай интервью басталмастан бұрын жағама жармасып деп айта көрмеші, болмаса не ваше дело деп айта көрмеші, Құдай үшін. Осы мәселенің басын ашып алғым келеді бірден. Жоқ, сұрақ дұрыс сұрақ, онда тұрған ештеңке жоқ. Жасыратын ештеңке жоқ. Рас, жас кезімде сол Москвада оқып жүрген кезде осы жолдасыммен танысқан едім. Содан кейін арада бір 15 жыл өткеннен кейін сол жаққа көшіп кеттім. Москвада жүріп үйленген екенсіңдер ғой, е? Онда үйлену мүмкін болмады. Жоқ, Москвада жүріп үйленген жоқпыз. Балаларды алып көштік деп жатырсың ғой. Ол енді үлкен қызым мен ұлым осында туылған. Түсінікті. Финляндияның климаты суық. Шілденің өзінде оңтүстігінде 20 градустан, солтүстігінде 15 градустан аспайды. Түні ұзақ, күні қысқа, қыс айларында айлап күннің көзін көрмейсіңдер. Шамасы үнемі D витаминін жеп жүретін шығарсыңдар, өзі қазы қарта жоқ, не жейсіңдер, қандай тамақ жейсіңдер? Енді қазы қарта дейсіз, өзгеде болмаса да қазы өзімде бар. Солай ма? Иә. Оны қайдан аласыңдар? Сол жерде мал соятын жер бар, содан қазын аламын. Қойдың еті әрдайым бізде. Сонда Финляндияда Қазақстандағыдай өріс жылқы, атар қой бар ма не? Қандай негізден, қандай тағамдарды осы еттен басқа қандай тағамдарды? Еттен басқа енді онда балық көп қой, балық неше түрі бар. Олар енді баяғыдан соны қолданып кеткен халық, теңіздің қасында болғасын. Оларды көп, енді Финляндияны 1000 өзеннің елі деп атайды ғой орысша. Жерде көп сулы. Сондықтан балық көп, балық неше түрі бар. Ал жылқыны сонда не үшін өсіреді? Етін жеу үшін ба? Мен қымыз өндіреді деп естідім, соны қолға алды деп естідім Финляндияда. Қымыз өндіреміз деп жатыр. Ол сонда бір жылқы бағатын биелері бар, 2 фермер бар. Сол кісілермен осыдан 5-6 жыл бұрын соларды ертіп Қазақстанға келгенбіз. Қазынды қалай жасау керек үйренгісі келген, содан кейін қымызды қалай жасатын үйренгісі келген болатын. Сол кісілерді ертіп Петропавлға дейін барып қайтқанбыз. Сол жақтан көріп, сонымен технологиясын үйреніп кетті ме? Иә, соның дәмін көріп, осы жолда маған ашты қала кеш деген өтініш айтқан. Қалай алып барасың ол аштыны? Өткізбейді ғой енді кеденнен. Иә, сол қиын болып тұр. Жоқ, мына құтыдағысын мүмкін өткізер? Мүмкін, енді көрейін енді. Иә, аузы жабық өндірістік жолмен шығарылғаны болса өткізетін шығар енді.
Климаты суық болғаннан ба, фин халқы алкоголь сусындарын көп пайдаланады дейді. Тіпті Ресейдегіден де көп пайдаланады дейді, рас па? Ай, білмеймін, осы Ресейді басып озамайтын шығармыз бірақ. Солай ма? Енді олар шынында да алкогольді көп пайдаланады, және де бірақ бұлардың тәртіптігі соншалықты оны көшеде, басқа бір мынандай орындарда олардың ішіп қисалаңдап жүргенін көрмейсің. Жөнімен, ретіменен, мөлшермен ішеді, пайдаланады. Жаңағы үйлерінде, басқа орындарда өзінің жаңағы дача дейміз ғой, сондайда. Дегенмен мәдениетті халық қой. Финдер мен қазақтар менталитеті мүлдем екі бөлек халық. Мысалы, біздің қазақтар бауырмал, қонақжай, кеңпейіл, жайбарақат, ақ көңіл, ашық ауыз, тіпті кейде дарақылығымыз да бар, ептеген. Ал бірақ философиясы терең халық. Финдердің болмысы қандай? Екі халықтың менталитетіндегі айырмашылықтар сен алғаш Финляндияға барғанда кедергісін келтірген жоқ па? Бір басынан өткен осы орайдағы қиыншылықтар болды ма, соны айта отыршы? Әрине болды қиыншылықтар, оны түсіну қиын болды. Біріншіден, ол енді біріншіден тіл білмегендіктен, енді әрине елдің әдет ғұрпы, олар ашыла қоймайды, көп ешқашан сырын айта қоймайды. Қонақжайлықта мысалы үйіне барсаң, бізде қазақтан ойбай кел, отыра қал деп ішіп отырған асын ортаға қояды. Олар ондай жоқ. Мен осылардың бәрі маған қатты әсер етті. Соның бәрін ойлап жүрдім түйіп. Және олар тұйықтығы соншақты ондай көп эмоция жоқ қой. Қонаққа да шақырмай ма бір-бірін? Өте жақын туысқандар болмаса, бұлай ешкім шақырмайды. Олармен бұлай жақын дос, құрбы болып кету өте қиын нәрсе. Жабық халық десеңші. Өте жабық халық, иә. Сондықтан олар енді сөйлескенде бұлай енді оның сізге деген қарым-қатынастың қандай екенін түрінен ажырату өте қиын. Өйткені олай эмоциясын көп шығармайды. Мен ойлайтын, бұлардың бір қасиеті, бұлардан керемет дипломатты шығады. Солай ма? Иә. Олар жаңағы өзінің жаңағы эмоциясын көрсетпейді ғой. Не ойлап тұрғанын білмейсің. Ал біз болсақ, бізде бәрі бірден көзімізден, қолымызда. Көз алдымызда ғой, иә. Жақсы ойласақ та жаман, тіпті тілімізде әрбірден кейін. Иә, сол көрініп тұрады. Міне олар да күшті дипломат шығады. Біздің қазақ халқы өзің білесің 300 жыл бойы Орыс империясының отарында болып келді. Оның әсері бізге әсер етпей қойған жоқ, ықпалы психологиямызға қатты әсер етті. Қазір егемен ел болдық десек те әлі өзімізді еркін сезіне алмаймыз, жасықтаумыз, сағымыз сынып қалған. Енді фин халқының тарихына да үңіліп қарайтын болсақ, олар да шведтер менен орыстардың колониясында болған ғой. Финдерде біз секілді жасықтау ма, жоқ өздерін еркін сезіне ме? Жоқ, біз жасықтау емес, олар еркін сезінеді. Өйткені шведтердің қол астында бола тұра, шведтер оларды қатты қысқан жоқ болатын. Солай ма? Иә. Содан кейін Ресейдің қол астына көшкенде де, онда мынау Ресей патшалығының тұсында өтті қатты қысымдыққа түсірген жоқ оларды. Олардың өзінің ақшасы болды, өзінің барлығы өздерінде болды. Бірақ кейіннен 1870 жылдан бұлай 9 жылға дейін сонда аздап қысымдық түсе бастады. Олардың тілдеріне де мектептің санын қысқарта бастады, газет журналдарды жаба бастады деген сияқты. Бірақ енді ол дәл біздікі сияқты да болған емес. Абсолютно түрде еркін сезінеді. Егемендік алғанына 100 жылдан асып кетті ғой енді. Сондықтан олар өздері еркін. Демек, бізге де әлі біраз уақыт керек десеңші. Дұрыс айтасыз. Енді финдер менен қазақ халқының өмір сүру салтына біраз шолу жасап өтірейік. Айырмашылықтары менен ұқсастықтарына. Біздер, қазақтар, бай болуды қалаймыз, бірақ сол байлықтың оңай жолмен келгенін ұнатамыз.
деніміздің сау болғанын қалаймыз, бірақ тән қуатын жетілдіруге мән бере бермейміз. Рухани тәрбие менен діни тәрбиені шатастырып аламыз. Білімді жетілдіргеннен гөрі ойын сауыққа көбірек ауып кететін жағымыз тағы бар. Тойшылымыз, енді барша қазақ осындай деп айтудан аулақпын, дегенменен басым көпшілігіміз осындаймыз. Фин халқы ең бірінші не нәрсеге мән береді? Дене тәрбиесіне ме, рухани тәрбиеге ме, жоқ әлде көбірек ақша табуға ма, білімін жетілдіруге ма, ойын сауыққа ма, не нәрсені бірінші орынға қояды? Енді ойын сауықты олар бірінші орынға қоймайды. Ол бармады, ол өздері жақын ортасында ғана. Ал ең біріншісі мен ойлайтын білімге. Және білім оларда өте таза. Мектептен бастап, ол әр баланың өзінің икемділігі сондақ бастала бастайды. Ол бала содан кейін жоғарғы оқу орнына барғанда өз еңбегімен барлық әр баланың өзінің талабына қалай өзі алға алып жүреді. Сондықтан ол білім алуға өте жақсы жағдай жасалған онда. Финляндияның солтүстігінде маусым айында бір қызық құбылыс орнайды екен. Күн ұясына батпайды. Күндіз түні жарық болып тұрады. Осы кезде бір Иванов ден деген мерекесі бар екен, тойланатын. Сол мереке қалай тойланады? Жалпы сендерде мереке көп екен ғой, өзі жаңа жыл, Рождество, сосын жаңағы аналар күні, әкелер күні, достар күні, Құдай сақтасын 6 желтоқсанда тәуелсіздікті тойлап өтеді екенсіңдер. Дегенмен қанша жаңа сауықшыл болмаған күнде де бәрібір осының бәрін тойлау үшін желек бөл болу керек қой халықта. Шамасы фин халқы да қазақтар секілді сауықшылау шамасы. Бірақ енді фин халқы сіздердің озып кетеді деп айта алмаймын. Сіздердің тойларыңыз фин халқынан да көп. Ал жаңағы Иванов ден деген енді ол орысша алынған сөз, орыс тілінен алынған. Негізі ол Юханус дейді бұларда. Юханус. Қазақшалағанда жарым түндегі күн мерекесі деген мағынаны береді екен. Сонда әлгі жарық болып тұрады ғой жарым түнде де. Сонда күн мерекесі дейді. Негізі мынау май айының аяғынан басталады аздап. Күннің жаңағы ұзара бастайтын түннің қысқа болатыны. Сол кезде сонан кейін өте жарық болып тұрады, содан кейін қайтадан керісінше. Жаңа Лапландияда болатын әлгі күннің батпайтыны. Ол енді өте бір сондай ғажайып көрініс. Сол жаққа кетеді жұрттың бәрі соны тойлауға. Сонда не істейді тойлағанда? Қазақтар ұқсап ат шаптырып палуан күрестіре ме? Жоқ. Жоқ. Бұлар енді мен айтқандай өздері жабық қалып қой. Сондықтан тек қана өзінің жақын адамдарымен бірге, жақын туысқандарымен, балаларымен бірге. Жаңағы сол кезде бұлар әке шешесінің үйіне барып сонда тойлайды. Тәуелсіздік күнін қалай тойлайды? Бізде енді әзір той дейтіндей дәрежеге жете алмай жатырмыз. Сіздерде қалай тойлайды? Тәуелсіздік күн тойлағанда енді бұларында жұмыс істемейтін күн. Сол. Болды демалады. Енді биыл қалай болады екен? Былтыр ондай тойланған жоқ болатын. Әлгі үлкен сарайда президент әйелімен сол кісілер сол жерде халықты қарсы алады. Демек, бір ғасырдан асса да тәуелсіздігін алғанына әлі де бір кереметтей етіп тойлау қалыптаса қойған жоқ дейсің ғой. Әлде бір халықтың мінез-құлқына байланысты ма екен? Халықтың мінез-құлқына байланысты деп ойлаймын. Сондай салмақты, салиқалы тойларды мерекелі сөйтіп өткізетін. Ал енді финдер қыз ұзата ма, қыз ұзату тойын жасай ма, келін түсіру тойын жасай ма, оларда қалай енді біз сияқты жаңағы қызға барып сырға салу деген сияқты дәстүрлері, рәсімдері бар ма өзі? Ондай рәсім оларда жоқ. Үйленгенде 2 жас, олар өздерінің шамасына қарап өздері соны жасайды. Оған енді жаңағыдай құда түсіп, бір-біріне құдалыққа барып атқан адамды көрмедім мен. Тойды жасайды, соның шыққан шығынын жастардың өздері төлеуге тырысады. Солай ма? Иә. Сондай шамаға жеткенде ғана бұлар той жасайды. Үйленеді. Иә. Қазақ отбасында тұрмыста, күнделікті тұрмыста патриархтық көңіл күй басым.
тұрмыстағы ауыртпашылық, мысалы бала тәрбиелеу, үй шаруасымен айланысу көбінесе әйелдердің иығына жүктеледі. Финдерде қалай бұл мәселе? Меніңше ол екі адамға бірдей түседі. Финдерде еркеде, әйелге де, екеуінде де бірдей. Содан кейін бұның тағы бір айырмашылығы, нәресте туылғанда, сөйгенде, сол кезде олардың әкеге де ақылы демалыс беріледі. Англияда 4 баласы бар отбасына жәрдемақы беріледі екен. Балаға берілетін жәрдемақы ол өз алдына бөлек. Әке шешесін де сен айналайын жұмыс істемей-ақ қой, мына 4 баланы бақ, тәрбиеле деп әке шешесіне тағы қосымша жәрдемақы төлеп, жаңағы үйге отырғызып қояды екен. Осының өзі мемлекет үшін олжа деп. Ал финдерде қалай? Көп балалы отбасылар көп па, бар ма? Өмірге баланы көп әкеле ма финдер? Мемлекет тарапынан оларға қандай жағдайлар туғызылған? Енді меніңше ол енді тура Англиядағыдай емес, бірақ көп балалы болғанда енді ол 3 баладан артық, енді 4-5 деген ол енді өте сирек нәрсе. 3 бала енді ол сол, оған дейін әйтпесе бірақ бала, 2 бала, одан аспайды. Қанша баладан кейін жәрдемақы қарастырылған? Жоқ, әр баланың өзіне жәрдемақы бар ғой. Жәрдемақы туылғаннан-ақ әр балаға өзінің қанша жасқа дейін? 18 жасқа дейін. 18 жасқа дейін. Сонда үйде балалар менен анасы отыра ма, жоқ, әкесі қала ма? Кезек-кезек, немесе олар кішкентайынан бірден балабақшаға, сол жаққа кетеді ғой оқытуға. Қанша жастан балабақшаға береді? Меніңше тіпті 1 жасқа жетпей-ақты беруге болады. Финляндияда қазақтар бар ма? Бар. Көп па? Жоқ, көп емес. Негізінен қай аймақтарға орналасқан? Олар негізі сол Хельсинкидің төңірегінде. Финляндияда ондаған мың мұсылмандар бар көрінеді. Бірақ бәрі де осы исламға бет бұрған емес. Кейбір шағын бөлігі ғана, мысалы өзің мұсылман қызысың, ислам қағидаттарын ұстанасың ба, әлде болмаса қалай басқа күйеу бала жағына ауып кеттің ба? Жоқ, ауып кеткен емеспін. Енді мен кезінде ошақта кеткен адамбыз, ол кезде бізде ондай қағида ешкім ұстанған жоқ болатын. Ал мен енді өзім ойымша, қай дінде болмасын, адам өзінің бірінші жүрегі таза болу керек, адал болу керек. Сол болса, мен ойымша, сол ең бірінші. Сол жетеді деп ойлаймын. Финляндияда тұрып жатқаныңа 27 жыл болды. Соған қарамастан тіліңді ұмытпағансың. Мен шетте тұрып жатқан, басқа ұлтқа тұрмысқа шығып кеткен көп қазақтың әйелдерін білем. Олардың менталитеті де тез өзгеріп кетеді, тілді тіпті ұмытып кетеді, сөйлей алмай сөйлеседі, әйтеуір тілі бір алып зорға сөйлеп сөйтіп жатады. Бірақ сен тап-таза қазақ тілінде сөйлеп тұрсың. Осы тіліңді сақтап қалу, қалай сақтап қалдың осы тілді? Анау неде жаңағы бір мемлекеттік тілдің бірі қазақ тілі емес пе екен, өзі 6 тілі бар екен, әлгі әуежайда 6 тілді бірден хабарлайды екен. Оны кейінірек айтам, енді мен кейінірек қоям ол сұрақты. Қалай сақтап қалдың? Мемлекеттік тіл қанша өзі Финляндияда? 2 тілді. 2 тіл. 2 тілді. Швед тілі, швед тілі. Фин тілі. Ал өз тіліңді қалай сақтап қалдың? Сонда үй ішінде қазақша сөйлесесіңдер ме? Әлде фин тілде ме? Қызым мен ұлым мен қазақша сөйлеймін, олар енді финше жауап береді. Сол, бірақ енді басқа қазақша сөйлесетін ешкім жоқ. Негізі білмеймін, адам туғаннан кейін өз тілін қалай ұмытатын, мен сол жағынан түсіне бермеймін. Түсіне бермейсің бе? Мүмкін жаңағы қазақ тіліндегі фильмдерді қарайтын боларсың, кітаптар оқитын боларсың. Әрине, ондай бар ғой. Қазір енді жеткілікті болды ғой, барлық жерден де информация алуға болатын болды. Иә. Елмен жиірек хабарласып тұратын боларсың. Әрине. Мен бір қазақ қызын білем, Францияда тұратын. Күнара үй ішіменен осы Қазақстанда тұратын үй ішімен сөйлесіп тұрады ғой. Ол да тілі тап-таза. Енді ешқандай өзгермеген. Иә. Адамның өзіне байланысты дейсің ғой. Адамның өзіне байланысты.
Енді жаңа тіл дегеннен шығады ғой, жаңа Хельсинки әуежайында 6 тілде хабарлама береді екен. Соның ішінде Қытай тілі де бар. Сонда қытайлар көп болғаны болып тұр ма Финляндияда? Жоқ, мен енді ол туристер келген кезде ғана сол туристер үшін берілетін болды ғой. Иә, әйтпесе былай. Осыдан 5-6 жыл бұрын Европа қазақтары жиналып Наурыз тобын құрды. Сол топты құрушылардың бірі өзіңсің. Енді оның мақсаты сол Европадағы жаңадан өмірге келген ұрпақтың өзінің тілін ұмытып кетпесе, дәстүрін ұмытып кетпесе деген мақсат қой енді. Бір жылына бір рет жиналып, бас қосып, қазақтың ұлттық дәстүрлерін, салт санасын бейнелейтін жаңа көріністер, қойылымдар қойып, әндер тыңдап, билер билеп сөйтіп жатасыңдар. Мен де сол бір 2-3 жыл қатарынан сендердің тойларыңа қатыстым. Енді осы шет жерде жүрсеңдер де қазағым деп жандарың қалмай, осы бүйректерің бері қарай бұрып тұрады. Көп игілікті істер атқарып жатсыңдар Европа қазақтары. Осы жайлы өзіңнің аузыңнан естісек, тағы қандай игі істер атқардыңдар? Біз енді сол осы пандемия басталған кезде сонда елде дәру-дәрмек зәру болғандықтан соны естіп, біз осында дәру-дәрмек жібердік. Және де сосын жаңағы әлгі керекті демалатын аппарат. Соны да жіберіп сол көмектестік. Одан кейін де бізде осында сол біздің Наурыз тобымен тығыз байланысты болған кезінде бір адамдар арқылы мынау жесір әйелдерге, балалармен қалған әйелдерге, жалғыз басты адамдарға ақшалай көмек жасау үшін соған да жіберіп тұрдық. 20-шы ғасырдағы 30-шы жылдардағы аштықта қырылған ата-бабамыздың әруағына деп бір ескерткіш қоймақ ойымыз бар. Сол қазір Қарағандыда жасалып жатыр. Оны жасау мүсінші өз Германияда тұратын өзіміздің қандасымыз. Қазақтың жігіті, иә. Жармұхамед Тілеген деген жігіт, сол кісі сонда жұмыс істеп жатыр. Соны енді мүмкіндік болса, мынау әлгі егемендік алған күнге 16 желтоқсанға сонда бітірсе, сонда қойсақ, біздің арманымыз орындалатын еді. Істеріңізге сәттілік тілейміз, үлкен рахмет айтамыз. Космополитизм және ұлтжандылық. Бұл екеуі бір-біріне мүлдем қайшы, бірін-бірін мойындамайтын, бірімен бірі сыйыспайтын ұғым. Бірақ мен сенің бойыңнан осы қарама-қайшы екі қасиеттің де бар екенін ұғам. Космополитизм өйткені бөтен жұрттың жігітіменен тұрмыс құрып, жат жұрттың ұрпағын кешірерсің, тәрбиелеп жатырсың. Ал ұлтжандылық, ұлтым дегенде ішкен асыңды жерге қоятыныңда күмәнім жоқ ешқандай. Тіпті мен ойлаймын, бір жаңа қазақты, бір жаңа финді қойып қойса, бірінші қолыңды қазаққа созатын шығарсың деп ойлаймын. Осы екі бірдей қасиет қалай сенің бойыңа бірден сыйып тұр? Мынау сұрағыңыз тек өте қиындау екен. Жарайды, мен енді өзімнің бойымда қасиетті әркім өзі айта алмайды ғой, бірақ қазақ халқының, елімнің сондай несіне мен қалайша мен көңілім бұрылмайды. Әрине, әрқашанда қайда жүрсем де ойымда бірінші орынға қоям. Тіпті мынау спорт ойындары болып атқан кезде де, финдер мен қазақтардың ойнаған кезінде де осы Қазақстан деп алда отырамыз, ұлымыз екеуміз. Онда демек финдердің ұрпағын тәрбиелеп жатсаң да, қазақтың рухымен тәрбиелеп жатқан боларсың, солай ма? Әрине, менің ұлымды көрген адам оны фин деп айтпайды ешкім. Солай ма, қазаққа ұқсайды ма? Қазақ тілін біле ма? Иә, біледі аздап. Содан кейін оның қазір немерем бар, ол тіпті қазаққа ұқсайтын болды. Қазақша сөйлесіп жүрсің ба? Қанша немерең бар? Қызымның ұлы бар, жиендер. Сосын кіші ұлымның бір ұлы бар. Өте жақсы. Немерелер өсе берсін. Энчи, бергел.
Ленчи. Ана тілін ұмытпаудың амалы ғой. Айкен тіпті Женчимен де қазақ тілінде сөйлеседі. Финляндияда не өндіреді, не шығарады? Финляндия енді олар өзінің орманымен бай. Орман. Дүниежүзіне экспортқа қағаз шығаратын. Және де ол енді өзінің табиғатын қорғаған соншалықты, олар анау орманның ағаштарды көбінесе Ресейден әкеледі. Өздерінде ағаш бола тұра. Солай ма? Иә. Қарай көр. Ана өздерінде мұнай бола тұра, мұнайды шеттен таситын америкалық сияқты екен ғой. Содан кейінгі оларда мынау кеме жасау. Өндіріс дамыған кеме жасайды. Және де керемет мынау араб елінің керемет бай адамдарына жасайтын өзінің яхталарды жасайды. Тағам өндірісінен мысалы өзін қамтамасыз ете ме, жоқ сырттан әкеле ме біз ұқсап? Ауыл шаруашылығы қалай дамыған? Келмейді, ауыл шаруашылықта жақсы дамыған. Осыған дейін Ресеймен қарым-қатынас жақсы болғанға дейін Ресейге көп шығаратын мына сүт тағамдарын. Олар келіп көп сұраныс болатын көп. Өйткені Финляндияның сол тағамдары өте таза, жоғары дәрежеде жасалған деп дүниежүзінде әйгілі. Енді мысалы суынан қалып қараңыз, біз любой жерден үйдің есінен краннан ашып су іше береміз. Енді осы су таза дегеннен шығады ғой, мына экология мәселесіне өтейік. Экология таза болғасын әрине, суда таза болады ғой. Бұлай қарап тұрсаңыз, экология мәселесі деген енді көзге көрініп, қолға ұсталмайтын дүние ғой. Ал негізінде бұл бүкіл адамзаттық проблемаға айналып кетіп тұр. Мынау қазақтар қоқысын қайда жіберерін білмей әуре. Ал финдер көрші мемлекеттерден қоқыс сұрап алады екен. Сосын қоқыс өңдеудің әлемде жоқ бір жақсы керемет технологиясын ойлап тауыпты финдер. Сөйтіп тұрмыстық қалдықтардың 99%-ын іске жаратады екен. Бірақ пайызы күресінге тасталады екен. Соның жаңа 41%-ын қайта өңдеп жаңа тауарлар жасап шығараттағы 58%-ынан жылу мен электр қуатын өндіреді екен. Осы жайында тарқатын қарап айтыңызшы. Өндіреді, рас, енді ол біздің қасымызда қалаларда да бар. Ол жөнінде бұл енді көптен келе жатқан дүние, оны қазір жаңадан шыққандай ешкім айтпайды. Ол баяғыдан оған әбден үйреніп кеткен, ол енді өте үлкен жаңалық емес. Бұрыннан солай дейсіз ғой? Бұрыннан солай. Менің білуімше осы қоқыс өңдейтін 9 зауыт жұмыс істейді, кішкентай ғана Финляндияның өзінде. Ана бір Рейкимяки деген қаласы бар екен, 30 мың халқысы бар. Соны қоқыс жағып жылытып, электр қуатымен бүкіл бір қаланы қамтамасыз етіп отыр дейді. Рейкимякиде бар, Сало деген қалада бар, Нантали. Енді бар сондай. Хельсинкінің өзінде де бір ерекше жүйе бар көрінеді. Қоқысты жаңағы біз құсап далаға апарып күндер бойы әлгі быжытып, иісін шығарып тастамайтын көрінеді. Ол енді әлгі табиғатта жойылып кететін қоқыс бөлікте, жаңағы пластмассасы бөлік, содан кейін әйнек шыны дегендер олар бөлік. Соны өзі сол естің алдында сондай. Әркім үйінде сондай басталады, үйден басталады. Үйден сұрыптап, сұрыптап шығарады ғой. Ол өз алдына бір бөлек. Хельсинкидің бір шағын ауданында жаңағы қоқысты прям үйдің ішінен тастайтын көрінеді дағы, сол мотор арқылы сорып, құбырлар арқылы заводқа бірақ жететін көрінеді қоқыстар. Сондай да бір система бар көрінеді, жүйе бар көрінеді. Көрдіңіз бе, қандай информацияңыз жақсы, дұрыс. Керемет нәрсе ғой енді. Бізге әзір ол енді арман болып тұр. Арман болып тұр. Жаңа сәл ғана бастадықтағы, мен сізді тоқтатып қойдым Финляндиядағы білім беру жүйесі туралы. Бұл әлемдегі ең озық білім беру саласы Финляндияда. Енді осыған сәл тоқталып кетіңізші, мектептегі, жоғарғы оқу орнындағы, балабақшадағы тегін ба, ақылы ма, қандай жолға қойылған? Балабақша және мектеп, одан жоғарғы оқу орындар бәрі тегін.
Содан кейін олардың тұрып жатқан үйлерінің квартирасында көп көмектеседі. Және де егер банктен не алатын болса, кредит алатын болса, өте кішкентай процентпен беріледі. Сондай көмектеседі. Оқуға жағдай өте керемет, бәрі жақсы. Студенттерге жаңағы кредит береді. Әлгі кампусқа сыймағандарына ма? Пәтерде тұру үшін? Пәтерде тұру үшін, тіпті мысалы өзің туысқаның үйінде пәтерінде болсаң да, оған жаңағы үкімет төлейді. Үкіметтің есебінен жатады. Қарай көр қандай жақсы жағдай туғызылған. Ал енді Финляндиядағы денсаулық сақтау ісі қандай жолға қойылған? Емдеу тегін ба? Емдеу мынау әлгі көпшілік баратын жерге ол тегін. Енді мүмкін өте аз процентпен алынатын шығар. Ал енді жеке клиникалар көп. Енді ол жаңағы ақылы, енді соған енді әркім өзінің қалауынша кімнің қалтасы қалай көтереді дегендей. Сонымен емделеді. Бірақ өте тамаша бұлардың клиникалары, өзім талай барғам. Содан кейін бұл кісілердің жаңағы адамды қарауы, және де басқа да бұлай адам денсаулығына өте жауапты қарайды дейсің ғой. Соның бәрін өте жауапты қарайды. Немқұрайдылық жоқ. Қалай болса солай асығыс үсігіс әйтеуір бір нәрсені істей салу деген жоқ. Өте ұқыпты ждақаттықпенен. Кейін барлық жерде де бір шаруаңыз болып телефонмен звондап сонымен-ақ жұмысты бітіруге болады. Ешқандай біздегідей келіп, жаңағы мысалы мемлекеттік емханаларда бізде ертеден кешке дейін кезекке тұрасың, итеріс, алыс беріс, ұрыс айғай, емделгеннен бұрын жаңағы жүйкең жұқарып қайтады ғой, енді оның әлгі сыбырлағанда Құдай естімей ма дейді, оның несін жасырамыз. Ал сіздерде енді ондай көрініс бар ма, жоқ? Жоқ, енді ондай. Өйткені мынау енді кәр адамдарға, мысалы мүгедек адамдарға олар таксимен барып, таксимен әкеліп, оның бәрін төледі үкіметтің несінің арқасында. Такси шақыртып алып келсе, үкімет оны төлейді. Өзінің сондай таксилері бар, соны апарады. Қазір енді ол қарттар мәселесіне, мүгедектер мәселесіне тағы да ораламыз. Оған дейін мына бір сұрақтың жауабын айта кетші. Бізде дәрі-дәрмек рецептсіз, енді кейбір жекелеген дәрі-дәрмектер болмаса, рецептсіз босатылады. Сіздерде қалай? Жоқ. Бізде рецептсіз босатылатын дәрілер бар. Енді ол негізінде көбінесе сондай рецептпен, және де бұлай ысырапсыз бере бермейді. Мысалы, мен айтайын, ұйықтататын дәрі. Оның өте қатты қадағалайды соны. Қазақстанда қарттардың, мүгедектердің жаңа қамқорлығы көбінесе бала-шағасының мойнына, иығына жүктеледі. Және қазақтардың менталитеті сондай, өзінің ата-анасын әлгі қарттар үйіне өткізу, не болмаса ауру туыстарын мүгедектердің үйіне өткізіп жіберу деген ол жат қылық қазақтар үшін. Ондай жоқ деп айта алмаймын, бар әрине, бірақ та өте сирек кездеседі. Ал финдер өздерінің жаңағы ата-анасына, мүгедек ауру туыстарына қамқорлықты қалай жасайды екен, әлде оған үкімет қамқорлық жасай ма, осы қалай жолға қойылған осы нәрсе? Үкімет қамқорлық жасайды әрине. Содан кейін жаңа қарттар үйіне әркім өз еркімен баратын адамдар, сондай үйлер бар. Соған жаңағы өзінің үйін сатып, немесе баласына беріп, сол үйге көшеді. Енді финдер өздері азақ қалып қой, 5-6 миллион. 5,5 миллион. Сондықтан олар енді бәрі сол үйдегі бір адам, жұмыс істейтін қабілеті бар адам әке-шешесін бағып қала беретін болса, жұмысты кім істейді? Жұмысты кім істейді. Және оның үстіне Европа енді қартайған ел ғой көбінесе. Пенсия жасындағы адамдар көп. Қарттар басындау, Жапониядағы секілді. Біз енді Қазақстан жас мемлекет, біз қартымыздан көрі жастарымыз көп біздің. Енді қазір бір сауал қойғым келіп отыр, бірақ енді оның жауабын айтасың ба, айтпайсың ба, өзің білесің. Айтпайым десең де мейлің енді. Мысалы, менің зейнетақым
150 мың тағы да бір ар жағында бір 2 ма 3 па мың тағы мөлшерде болады. Бұл енді әрине еш нәрсеге жетпейді. Зейнетақының мөлшері жағынан біздің мемлекетте ұяттымыз енді. Сіздерде қалай, өзіңнің зейнетақың қанша, егер құпия болмаса айтасың ба? Бізде былай, негізі ол жақта ешкім алатын еңбек ақысында, зейнет ақысында ешкім айтпайды. Білем, айттым ғой, айтпайым деп айтасың деп. Иә. Сондықтан енді мысалы бірге жұмыс істеп жүрген, бір мекемеде жұмыс істеп жүрген біздер бір-біріміздің қанша алатынымызды білмейміз. Бізде де соған көшіп келе жатыр енді әрине. Сонда неліктен бұл мәселені, қаржы мәселесін құпия ұстайды? Неге біреу тонап кетеді дей ма? Не үшін сонда? Бұрыннан келе жатқан, тіпті содан кейін банктен бұл қандай психология деймін ғой? Қанша кредитіңіз бар банкте, оны үйді қанша алдыңыз, машинаны қанша алдыңыз деген жалпы әңгіме болмайды. Қандай жабық халық, мен енді бағанан бері бір риза болып отырмын ғой, тілің де бұзылмаған, менталитетіңді қанша айтқанменен жұғатын нәрсе жұғады екен ғой. Жұқпай қойдың, көрдің бе? Жұғып қалған екен енді. Жұғатын нәрсе жұғады екен. Енді батыс елдерінің басым көпшілігінде өзінің жекеменшік үйінен көрі жалдамалы пәтерлерде көп адам, басым көпшілігі жалдамалы пәтерлерде тұрады. Финляндияда мынандай бір нәрсе бар екен. Пәтерді жалға берген уақытта міндетті түрде сақтандырып барып береді екен. Егер сақтандыру болмаса, ол пәтер жалдаушылар ондай пәтерді алмай қояды екен. Осы рас па? Рас, иә. Сақтандыру әр үйді барлығы сақтандыру. Көлігінде енді барлық жерде бар ғой ол дүние енді ол. Жоқ, бізде дегенің енді ала береміз ғой, сақтандыру деген ойымызға да кіріп шықпайды. Иә, пәтерді жалға берсе, жаңағы неден құлақтандырудан, газеттен қараймыз да, міне жерде жалға береді екен, бересің ба, бересің, бәленшеге ма, бәленшеге бітті, ала береміз. Үйді сақтандырып беру деген, пәтерді сақтандырып беру деген бізде білмеймін, бар ма жоқ па, болса да өте сирек кездесетін жағдай шығар. Оның бәрін алар кезде, оның өзінің кәдімгі бәрі неге жүйеге тіркелінген ғой, сол жерден көруге болады? Иә, енді сендерде бір жүйелі жолға қойылған бұл мәселені налог төлейді, салық төлейді, мысалы жалға бергені үшін алғандар бір белгілі бір міндеттемені мойнына жүктеп алады. Сондай бір тәртіп бар шығар енді. Енді бәрін айтты, бірін айт. Мынау әлемді дірілдетіп тұрған пандемия жайын айтпай кеткеніміз болмайтын шығар. Финляндия өзің айтып жатсың, 5,5 миллион халқы бар, шағын ғана мемлекет. Осы пандемияның ылаңын қалай еңсерді? Сосын вакцинациялау мәселесі мәжбүрлі түрде жүргізілді ма, жоқ болмаса әркімнің өз еркі болды ма? Осыған кішкене тоқтала кетші. Вакцинация мәжбүрлі болған жоқ, әркім өз еркімен. Және де бізде вакцинацияны мынау қарттардан бастады. Қарт адамдардан. Менің мысалы енем 90-ға келді. Солай ма? Әлі бар. Иә, ол кісі сол вакцинацияны алды. Және оның вакцинацияның бір неше түрі бар ғой, және сол жаңа үйіне келіп, өзіне вакцинация жасап, үйінен жасап кетті. Содан кейін жайлап төмен қарай түсіп баратыр, жасына қалады қазір. Балаларға жетті ме? Енді мен кеткенде жете қойған жоқ болатын, соны айтып жатқан жастарда енді қазір. Жастарға да саламыз деп жатыр ма вакцинацияны? Енді олар және де өзінің еркімен. Өз еркімен. Ешкім мәжбүрлемейді. Ешкім жазылады, сосын барады, алады. Иә. Шығын көп болды ма пандемия кезінде? Шығын енді көп болды деп айта алмаймын, болды. Мынау біздің көрші мемлекетке қарағанда, Швецияда өте одан да көп болды, бізден де көп болды. Енді олардың өзі басқашада қарады енді. Бізде бірден ұстады ғой жаңағы нені вакцинацияны, жолға қойды жаңағы тәртіпті. Содан кейін бір айта кететін мәселе, жаңағы осы пандемия жөнінде
ерекшелігі, бұл жаңа халықтың бір-біріне суықтығының пайдасы тиді ау деймін. Солай ма? Иә. Иә, бір-біріне бармайды ғой. Иә, бір-біріне бармайды, бір-бірімен құшақтасып сүйіспейді деген сияқты. Тойға көп бармайды. Сірә осындай алшақтық болған соның пайдасы тиді ау деп ойлаймын. Онша көп біз секілді жаппай ауырмаған шығар. Міне, мәселе қайда жатыр. Жарайды, енді мынау сұхбатымыздың соңында дәстүріміз бойынша қоятын бір блиц сұрақтарымыз бар. Соларға бар, не жоқ деп қысқа-қысқа жауап бере кетсеңіз. Қазақстанға қайту ойыңда жоқ па? Жоқ. Рух бостандығы ма, тән бостандығы ма? Қайсысы маңыздырақ? Рух бостандығы. Ұят деген сөзді қанша жасыңда ұқтың? Бала кезімізден ақ. Бөтен жанның өзің жайлы пікіріне көңіл бөлесің бе? Әрине білем. Кофе ме, чай ма? Қайсысы? Чай. Чай, қазақтың чайы. Қазақтың чайы ішкен. Тәкаппарлықтың бірінші белгісі не? Қандай? Тәкаппарлықтың бірінші белгісі. Адам мінезінің өзін қандай екенін бірінші көрсету, ашушаңдық па, сол жеңіп біткендік па, деп ойлаймын. Мәнді өмірдің мағынасын қалай ұғынасың? Мұна енді тіпті бәрінен де үлкен сұрақ болды, өте философиялық әрине. Енді менің ойымша мәнді өмірдің мағынасын өзің үшін де, және өзің жақының үшін де өмір сүр деп ойлаймын. Ой, рахмет. Бүгін екеуміз біраз мәселенің басын шалдық қой деп ойлаймын. Осы тойғанымызбенен тоқтайық. Иә. Төркініңе келгенде өзі шектеулі уақыт, соның бір бөлігін шертіп, бізге келіп сұхбат бергеніңе ризашылығымды білдіремін. Аман келіп сау қайт, елге бізден, финдерге бізден, қазақтардан сәлем айт барып. Құрметті көрермендер, сіздер мәнді өмір бағдарламасын көрдіңіздер. Оған біздің Финляндияда келген қандасымыз Айкен Қайырбайқызы қатысты. Егер бағдарламамыз сіздерге ұнаса, лайк баса отырыңыздар, пікірлеріңізді күтеміз, парақшама жазылыңыздар. Біз осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі амандықта жүздескенше сау саламат болып тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет.